Сәлем достар, бүгін сіздерге мен 5 айлық баланың дамуы туралы айтатын болам. 5 айлық баланың дамуы қалай болады? Видеоның соңына дейін көріңіздер, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. 5 айлық бала бұл кезде сезімдерін бұрынғыдан да анығырақ көрсете бастайды. Яғни бала айлап дамыған сайын оның әртүрлі эмоция шығуы көбейеді. Яғни бұл кезде балада қорқыныш сезімі, балада жаңағы былай жаураған кезде бүйтіп тітіркеніп дірілдеп қалу сезімі, балада қатты бір дыбыстарға бір шошынып қалсақ, бір өкпелеп жылап, кәдімгідей көзінен жас ағу сезімі, болмаса қатты айғайлап күлу, болмаса айғайлау сезімдері, яғни сондай эмоциялар пайда болады. Балада осындай түрлі эмоциялар пайда болады. Оған тіпті сылдырмақты берсеңіз, сылдырмақты жаңағы қолына алып, бала өзі сылдырлата алатындай деңгейге жетеді. Яғни бұрын қолдарына алып ойыншықтарды ұстап солай істей бастаса, қазір салмағы бір жеңіл сылдырмақты алып қолына берсеңіз, сылдырмақты сылдырлата алатын болады бала. Бала бұл кезде жаңағы дауысты дыбыстармен қатар, бұрын дауысты дыбыстар шығарса а, е, у секілді. Қазір дауыссыз дыбыстар, яғни в, г, дауыссыз ғ, осындай дауыссыз дыбыстарды шығаруы мүмкін. Яғни балада осындай дыбыстары шығаруы ұлғаяды. Баламен бұл кезде сөйлесу керек. Яғни балада бұл кезде бір түрлі күлкілі дыбыстар шығару мүмкін. Кейде бір тіпті буындарды естіп қалуыңыз мүмкін балада. Мысалы, ол дыбыстарды шығарып жатып, ол бір буындарға айналып кеткен сияқты болып сізге естіледі. Негізі бұл жақсы. Кейбір балалармен осылай қарым-қатынаста болып сөйлесе берсеңіз, кейбір балалар бір жастан аса сөйлеп кетуі мүмкін, болса бір жаста сөйлеп кетуі мүмкін. Ол ертеңгі оның сөйлеуіне өте пайдалы болады. Яғни баламен сөйлесу арқылы біз оның көбірек бізге ответ дейді, жауап қайтаруын сезінетін боламыз. Яғни баланың тілі дамитын болады. Біз ойлаймыз, ол ештеңе түсінбейді ғой деп, жоқ, ол бәрін түсінеді. Яғни баламен сөйлесу бұл кезде өте маңызды. Бала осылай дыбыстар шығарып жатқан кезде біз оған міндетті түрде назар аударып, онымен сөйлесе білуіміз қажет. 5 айлық бала 20-30 минуттай өзі жата алады. Яғни әртүрлі ойыншықтарды алдандырып қойып қойсаңыз, болмаса ойыншықтарды тығып, яғни ол күнге бір ойыншық көре берсе, ол жатпауы мүмкін да. Ал бір ойыншығын тығып қойып, бір апта көрсетпей, қайттан қойып, осылай алдандырып ойыншықтарды қойып қоятын болсаңыз, онда 5 айлық бала 20-30 минуттай сіз сол ойыншыққа алданып жата беретін болады. 5 айлық балада түрлі эмоциялар пайда болады дедім. Ол жақындарының бетіне қарап, бетін бұлай қолымен ұстап, жақындаған кезде, оның бетіне жақындаған кезде, бетін қолымен ұстап, сіздің бетіңізді мыжып, сізге қызықтап қарауы мүмкін, сізді сүюге ұмтылуы мүмкін. Яғни осындай бір қызықты қимылдар жасай бастайды. Бұл кезде баланы жаңа ішпен жатқызып қойған кезде ол бүйтіп кәдімгідей алға талпынған секілді қимылдар жасай бастайды. Сонымен қатар түнгі ұйқысы бұл кезде, мысалы, осы уақытқа дейін балаңыз жақсы ұйықтап келген болса, егер баланың күндіз онша қарны тоймай қалса, онда түнде ол ояна беруі мүмкін. Осы бір жағдай бар. Болмаса, баланы бірдеңе мазаласа да ояна беруі мүмкін. Бұл жағына енді тек қана еміздірі беру емес, сонымен қатар не себепті бала оянып жатыр деп тек қана емшек тоса беру емес, не себепті бала оянып жатыр деп назар аударуымыз да керек. Яғни осы уақытқа дейін ұйықтап келген бала кейде түнде ұйықтамаса, онда оған назар аударып қарап, болмаса педиатрмен кеңесуге кеңес беремін.
балада сонымен қатар қызғаныш сезімі пайда бола болса, яғни анасы басқалармен сөйлесіп кетсе, мысалы басқаларға назарын бұрып кетсе, ол өзіне назар аудару үшін ода жаңағы айғайлап жылау деген секілді осындай сезімдер болады. Ол кезде міндетті түрде балаға бару қажет болады. Сонымен қатар балада ұйқы режимі 14-15 сағаттай болады. Оның түнде 2-3 рет оянуы мүмкін, күндіз 8-10 рет емеді. Достар, сіздерге бар беретін ақпаратым осы. 5 айлық бала туралы міндетті түрде видеоны қарап шыққан шығарсыздар деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, астына комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздердің сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Пайдалы болса, артыма жазылып алыңыздар, себебі сіздерге арналған түрлі пайдалы ақпараттар болады. Көргендеріңізге рахмет.